Сәлем балалар. Кеше мен Инстаграмда отырған кезде көбіңіз Мұхамеджанға иә деңіздерштеріңіз. Сосын бір қызбен звонокпен сөйлескенде Мұхамеджанға 24 сағат иә деңізші деді. Сондықтан осы видеом Мұхамеджанға 24 сағат иә деңізші деген видеоны күтіп жүрген адамдарға арналады. Қазір Мұхамеджан әлі білмейді, боталардікінен жаңа ғана келді. Мен қазір оны шақырып айтам. Кеттік. Мұхамеджан, мен саған угадай қандай видео түсіреміз? 24 сағат саған иә деймін. Иә, ризасың ба? А? Не постанова? Жоғы, кеше деген подписчиктер мә Мұхамеджанға иә деңізші деген ғой. Мә достар, рахмет. Қуанып кетті балам деген. Үй жаным сол. Кеттік енді ал. Ал біз видеомыз бастайық. Достар, мен Санжарлардікінен келдім де. Қазір енді бір жерде қыдыратын жерге барайық, шымам? Сол бір жерге қыдырайықшы, үйде отырмайықшы дейді. Мен де өзім киініп, как раз шығайын деп жатқан кезде Мұхамеджан мен Айша келді. Бұлар ешқайда бармайды десем, енді иә дейтіннің арқасында бұл менімен бірге кетейін деп тұр. Кеттік па? Кеттік. Давай, кеттік. Мына жігіт не дейді десеңіздер? Мені Мальдиваға апарыңызшы, или Дубайға. Мальдиваға апарасыз ба дейді. Бүгін иә дейтін челлендж екен біледі ғой. Иә десем күлет болмайтын нәрсені айтып отырды. Мальдиваға кеттік біз, кстати, иә дедім ғой. Кеттік ал Мальдиваға. Кеттік. Міне ағасы мен қарындасы ағасының арқасында иә деуге шықты бірге. Екеуі ғана бүгін. Қыдырып алайық, сосын келесі ясын орындаймыз. Бұл кісіге иә деп қыдырып шықтық паркке. Қыдырамын деп шештім. Иә, Назарбаев президентский паркке келдік, короче. Қазір сіздерге тиын көрсетеміз. Мұхамеджанның ойнағанын көрсетем, е? Көп нәрсе көрсетеміз. Иә, біраз нәрсе көрсетеміз, сосын тағы да орындай берем ғой армандарын ақырындап. Қараңыздар, жерде толған адамдар. Мен не істеп жүргендерін бәрі демалып жүр ғой, мына кісі ұқсап. Ал енді балам қыдырып келдің. Енді келесі арманың қандай? Айта қойш. Миллион теңге өрісті. Армандар бар ғой, слишком армандар ғой. Мальдивы деп қояды, миллион деп қояды, что-то. Қандай арман енді? Құлағыңыз түсіре бермейтін шығар енді? Чипсы хочешь, да? Ладно, чипсы, так, чипсы. Қайда сатады енді оны? Чипсы немесе нәрсе. Короче, бірдеме жеу, я? Жейтін нәрсе көрсе жеу. Все болды, кеттік ал. Көрейік жейтін нәрсе. Мына жігітке болды, қайтайық, кеттік десем, не дейді? Тиын көргім келеді. Тиын көргім келеді дейді. Енді біраз негізі шығып барып бір жерден тамақ ішеміз ба деп ойлап едік. Мына кісінің сөзі үшін иә дейтін болғандықтан тиын іздеп жүрміз енді. Жүр іздейік ана жақтардан. Қарындасын біресе көтеріп, судан көтеріп өткізіп жатыр, аяғымен су баспасын деп, жаныма. Оны ойнатты кішкене. Бүгін мен оған иә емес, бұл наоборот қарындасына иә деп жатыр ғой бүгін. Қараңыздар, су жерден өткізді. Кейбір жерге апаратқан сияқты. Әй, красавчик балам. Әнеке, қарындас екеуі. Тиын іздеп жүрміз сол. Тиын қайда екен деп. Тиын таба алмай жатырық. Тиын іздеп келсек, кептерлер ғана қомында. Балама көрсете алмай жатырым тиынды. Міне тиын таптық. Қайқа кет қалды? Міне балам бар қаш кетеді олшы. Сіздерге көрсетейін деп едім. Қас көрсетем. Главный балам көрді. Міне. Міне, ура! Міне талға өрмелейін деп жатыр. Балама көрсеттім, неужели ясын орындадым, міне. Міне. Батпақ баспаңдар.
Міне тиын. Мұхаммеджан, көрдің ба енді? Яң орындалды ма? Уф. Неужели ясын орындадым? Тамағы жей, қарным ашып кетті. Не дейді естідіңіздер ма? Тамағы жей. Біреуін көріп бітіре салды да, сразу келесі желаниесін айтып жіберді ғой, қарным ашып кетті деп. Я действительно қарнымыз ашты. Я ма? Я. Я, кеттік. Міне. Ойбай, қатты жүгіреді ғой. Көрдіңіздер ғой, я? Міне. Айбай, мама, қаштым. Достар, мен манта емес бургер жейді. Мен манты жейікші деп жатыр. Манты ма сонда ыстық тамақ деймін да. А бұл бургер дейді. Бургер жеймін деп шештім. Қазір сол жерге барайын деп жатыр. Жоқ, біз тамаққа баратыр. Жоқ. Короче, уговорили мега деп. Мен андай кәдімгі анандай тамақ жейтін жерге барғым келген кафеге. Бұлар бірақ мега деп сонымен я дейтін болғандықтан я деп кетіп баратырмыз. Мамамен чуть-чуть. Жарайды. Келдік мінеки. Мегаға. Мен басқа жерге барғым келген. Қуанып келатыршы өзі. Пока-пока. Қуанып келатыршы өзі. Ана бургер жейтініне да. А біз ана жерде кафе онша емес. Но все равно осы жігіт үшін бара жатырмыз. Осының күні болып тұр бүгін. Мен телефоным зарядкасы бітіп қалды, бірақ мен зарядить етіп алдым. Қазір мне Мұхаммеджан и Фатима қайсы? Қазір біз бургер алатын боламыз. Мне Мұхаммеджанға бургер алып бердім. Бұл криспи чикен. Алдық, енді қазір Румияға барамыз. Мінеки батырын бургерін алып. Я болды ма? Я болды. Жеп алайық, сосын келесін айтамыз, я? Мынау мінеки менің өзімнің заказым. Бұл баламның заказы. Қазір еще Фатиманың тамақ береді. Андағыда не керек? Жоқ. Мамам наклейка алып берді. Қараңыздаршы, қолымнан ұстап алып, мені мына ярмарканы көріп тұрсыздар ма? Сояққа наклейка перш деп жатыр. Ал кеттік, наклейка алайық. Бүгін осы баланың күні болып жатыр енді. Негізі күнім бұл. Күнде я деймін бә? Күнде я деймін. Армандамашы, а? Жоқ, менде тағы да бір желание бар. Күнде сіз маған я деп тұрасыз. Қой, это невозможно. Мінеки наклейкаларға келдік. Еще брелок хочет, походу. Брелок алайыншы одан соң. Давай, брелоктан наклейкада алып берем ал. Я дейтін күн ғой, енді екеуін де әперейін. Таңдап ал. Бізге де көрсетсінші. Осындай ұнай ма саған аузаң қиып тұрған? Сендер екеуін соңыз. Қанша теңгеден бұлар? 700. Санжарға біреуін ала ғой. Өзіме біреуін ал. Санжарға екеуіне бірдей қылып алсай. Санжар екеуміз деп тұр ғой енді. Не, короче. Мынандай өзіне. Қайсы саған, қайсы Санжарға? Мынау Санжарға, анау өзіне. Екі брелок. Енді наклейка қараймыз. Наклейка керек емес. Наклейка керек емес деп тұр өзі. Ал, болды онда. Алайық. Маған футболка жетпей жатыр. Футболка алып бермесі оданша. Футболка дейді. Бір ғана футболка келсесің ба? Бірақ киім. Давай, тұр кет. Бір киім әперем. Мінеке қараңыздар, қара футболка әдемі тұр. Осы мап тұр өзіне. Қазір киіп көреміз. Жаңағы футболканы ауыстырып алдық мінеке. Машинкасымен тоже әдемі. Осыны алайыншы дейді. Қараңыздар, әдемі тұр, е?
Мына қараңызсына Ламборджинидің передний жасы, анау артқы жасы басқа. Маған мынау өте. Бұған, короче, қараңыздаршы, қара цвет ұнайды ғой. Қап-қара болып. Білмеймін, маған дым ұнамайды қара цвет ше. Өзіне ұнап тұр, енді осыны аламыз, иә? Иә. Как раз мынау мен. Все, иә дедім, ясын орындадым. Бірақ 24 сағат әлі болған жоқ. Келесі ясын күтеміз. Иә, күтеміз. Мынаудан отырмам, мынаны тағы бере салыңызшы. Өйтіп сіз 24 сағат иә дейсіз. Жоқ, кірер кезде бір футболка деп кірдік, иә? Енді? Ұнап тұр, өтінем. Не дейміз, иә дейміз ба, балалар? Конечно. Жарайды, иә. Екі футболка берем, жарайды. Болды, әдемі жарасып тұр ғой, иә, мынау да? Болды, балам. Рахмет, мам. Кассада тұрмын да, Мұхамеджан очки қарап. Қазір маған келеді, точно очкиге берші деп. Көресіздер ғой қазір. Ой, қорқайды мені. Очкиге берші дейді қазір көресіздер. Мам, 24 сағат иә дейсіз ғой, все-таки нан тасатып алып бере салыңыз. Әне айттым ғой сіздерге. Жай келмейді бұл. Енді. Әкелеміз. Рахмет. Затым күтіп тұр. Вайкикиден өзіме бір заттар қарап жүргем ғой. Сөйтсем мына кісі наны киіп алып, тағы да ядеш деп тұр. Не дейміз енді? Конечно же, я. Бірақ әдемі тұршы өзіне. Ары қараш. Ой, кимей қойшы капюшоныңды. Я дейміз ба? Конечно. Жарайды. Тағы болды, іштенге қарамақтың ба? Я дейсің деп бәрін алдырып атыр. Очки алдырыпты, 2 футболка алдырыпты. Көреміз. На без рукавка. Вообще сен киім алып кеттің ғой вообще. Көреміз, мам, көреміз. Мә, қалай кетті мынау. Бастан аяқ киініп алған ғой мынаған. Ұялмай мына үшеуіне де да деп айтшы дейді. Я деш дейді. 3 трикоға. Енді өзіңіз айттыңыз 24 сағат әдем. Енді соны пайдалану керек па? Пайдаланып киім алдыру керек па? Иә, сөйтіп уақыт болған кезде алуымыз керек. Мені алдап сулап мына бала бар ғой. Бір ғана футболка алып берші деп кіргізді да магазинге. Сөйтті да 2 футболка, 3 трико ал керек болсын. Очки-пачки дегендер алдырып алды. Я деп тұрмын енді амал жоқ. Қалай бастан аяқ киіндіріп атқанын өзім түсінбей қалдым. Негізі просто тамақ ішеміз деп келгенбіз ғой. Бургер үшін келгенбіз. Бургер алып берейін деп. Я дейін, сосын қайтамыз деп. Арты мынандай жалғасып кетті ғой, короче. Вообще талай басыңыздар. Қалай күтіп басыңыздар. Фатима қылған ғой сенде. Болды, киіміңді ауыстыр енді, кеттік ал. Батырым менің каждый раз өстіп рахметін айтады. Құлыным. Қарасаңыздар, Мұхамеджанға я дейім деп міне бір пакет Вайкики, Глория и ана куртканың іші толып тұр. И еще тут болмай жатыр. Осындай бағанағы очкиі. Красавчик. И андай подарокқа бесплатно. Подарокқа свеча берді осындай. 3 пакет болып шықтық. Масқара, Аружан мен Фатима да алдырып алды ғой, мынаны қараңыздар. Екеуіне де иә деп кеттім ғой, почти ше. Неужели шықтық біз мінеке. Тағы бір пакет алдық. Үйге қайтып баратырмыз. Все болды, иә деген бітті. Мынадай чай әперші деп тұр маған енді. Оған да иә деп. Кетеміз деп баратқан жерімізден осындай ішем деп қайтадан келдік осында. Ұнап жатыр ма? Иә. По полному я болды. Ұнамады ма?
күштімін. Мотиң жей қойын. Болды, осымен қайтамыз, балам. О, шаршап үйге келдік. Мәссаған. Мұхамеджанға я дейм деп, мен просто шыққанбыз ғой. Паркке барамыз, демалып, кішкене аралап, белка көрсетіп, сөйтіп жүріп, сосын бургерін алып берем. Сонымен болды деп ойлағанбыз ғой. Сөйтсем, мына кісі бір футболка деп алдап магазинге кіргізіп алып, бүткіл киімін алдырды. Оған қосылып, оны көрген Аружан мен Фатима, олар да бүткіл киімдерін алдырып алды. Киім аламыз деген вообще планда, ойда даже планда болмаған ғой. 1-2 айда осы киім аламыз ау дегенші. Сонымен аяқ асты, мыналар киімдерін алды. Мынаған по полному, я. Шығар кезде моти алды, бабл ти алды, короче. Сөйтіп бүткіліне я дедім, жарайды дедім, бір рет я дейінші сен, подписчиктерің үшін, сен үшін я дейінші дедім. Достар, 2+1 плюс біз видео түсіріп кеттік, во-вторых, тамақ жеп келдік, шоу пицца етіп келдік. Деп ойлайды ғой, шаршағанды білмейді. Бұл шаршамайды бұлар. Шаршап келдік, сөйтіп. Сол біраз нәрсе тындырдық. Ең соңында соткымның зарядкасы өшіп қалды да, сөйтіп тағы 1-2 нәрсе көрсете алмай қалдым мен. Сонымен видеоны үйден аяқтауға тура келді, әйтпесе сол жақтан аяқтаймыз деп ойлағанбыз. Маған ұнады. Зато ойламаған жерден бала-шағам киініп қалды, қыдырып қалдық, полный демалыс болды. Белканы көрдік. Белка көрді балам. Күшті демалыс болды енді. Осы жерге дейін көргендеріңізге рахмет. Лайк басыңыздар, колокольчик басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Енді келесі қандай видео болсын комментарийға жазып кетіңіздер. Қош болыңыздар.